Қатты бір қиналып ақша жинадым да $3,500 Ақтөбеден Nexia алып келдім. Қып-қызыл Nexia, әдемі Nexia екен. Соны әкеп мәзбін енді майды алып шығамын, айдап шығамын деп. Бір күн кешке келсем, анам жылап отырған екен. Айтым, неге жылабасты? Өзім деді. Сөйтсем, қажылық несін дискісін көріп отырған екен. Қажылыққа барғыңыз келіп отыр ма деді. Кімнің барғысы келмейді деді. Жарайттым, үндемей шығып кеттім да, өзіме айтып жатырмын да. Бұл кісі перзенті болмағанда, бізге бүтін өмірі сарып қалған адам да бұл кісі. Сен талтайып машина мініп жүр. Сенің шешең қажылықты армандап жүр. Сен перзентсің ба дедім да. Сен адамсың ба дедім. Барымды машинаны мініп шықтым. Сөйтіп, қажылық фирмасының жігіттеріне барып сөйлесіп, мұны машинаны алыңдар дедім, қағанын беріңдер, шешем қажылыққа жіберейін. Қажылық уақыты келді, паспортын алып алғам, визасын бәрін дайындап қойып, келдім, анашым, иншалла қажылыққа бараш дайындалың дедім. Сөйтіп, ақшаны қайда алдың деді. Қоя берсеңші дедім, әйтеуір таптым ғой, мен де бір еркек адаммын ғой дедім. Машинаны саттың ба деді. Айтым, иә дедім. Онда бармаймен деді. Өзім зорға жүріп, машина алған едім деді. Сонда айтым, анашым, бұдан кейін қанша өмір сүрем, бір Алла біледі. Бірақ мен сізді рақылсыздығыңызды алмай, өмір сүре алмай. Одан кейін қажылыққа барыңда Кабаның алдында сонда бір дұға қылып. Әлі сонда бір күндер келеді, мен машинаны нәсіге ұқсатып ауыстырамын, иншалла. Анам қатты жылады. Қажылыққа кетті. Қажылықта бір ай болып келді. Анам сонда бір нұр болып келді. Ақиқаттан мені 10 жыл болды сол оқиғаға. Ақиқаттан мен бір машинаны әлі 1 жыл мінген жоқ.